Достар, тек One X компаниясында ғана ең жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және де ең оперативті сервис қызмет атқарады. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, ең тиімді бонустар сіздерді күтуде. One X сілтемесі төменде. Кез келген тіпті ұлы футболшылардан мансабында да тұманды сәтсіз кезеңдер жиі кездесіп жатады. Өмірде ақ пен қара қатар жүреді дегенде, футболшының мансабы да қара жолақты кешпей өтпейді. Өткенде біз Криштиану Роналдудың ең ауыр сәтсіз жеңілістерін еске алған едік. Бүгінгі бейнероликте Лео Мессиге тоқталамыз. Олай болса, арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Рейтингті бірден PSG-ға қарсы 2 матч ашады. Алғашқысында париждіктер Парк де Пренс алаңында Барселонаны 4-0 есебімен ойсырата ұтып, каталондықтарды турнирден ұшыруға сенімді қадам жасайды. Алайда жауапты матчте Луис Энрикенің жігіттері лайықты жауап беріп, камбэкті іске асырысы, екінші 5 жылдан кейінгі матчте испандықтар бұндай ғажайыпты іске асыра алмады. 1-8 финал аясындағы Камп Nou алаңындағы ойында француздар тағы 4 гол соғады. Қос матчте де аса қауқарсыздық танытқан Лео осы жолы тым болмаса 1 голмен ерекшелене білді. Алайда өзге ғаламшарлық деп атау оны сол сәтте қиынға соқты. Жалпы каталондық Барселона Мюнхендік Баварияны сүйікті қарсыластарының бірі. Өткен жолғы 3-0-ді, тіпті өткен жылғы 8-2 айтпасақ та, немістер бұған дейінде каталондықтарды мазақ қылғанды ұнататын. Әсіресе 2013 жылы неміс көлігі шектен шығып, Барсаны 2 рет ойсырататты. Алдымен Альянс аренада Юп Хайнкенстің ойыншылары Виктор Вальдес қақпасына жауапсыз 4 гол соғысы, бір аптадан кейін Камп Ноуға келіп, тағы да жауапсыз 3 голмен қайтады. Қос кездесуде де Лео Месси қолынан келгенін тырысып бақса да, сәттілік бұл матчтерде Баварияға серік болды. Барсаның әйгілі 2015 жылғы треблінен кейін каталонды клубтың ақырындап құлдырауы да басылды. Мәселен, сол жылғы Испания суперкубогының финалында Билбао қаласынан келген Атлетик Барса қақпасына еш жауапсыз 4 гол соқты. Арица Дуриостың хет-трик соғып жатқан сәтіне хайпте жүрген MSN-де өзге ғаламшарлық танылған Лео Месси де өте қауқарсыз көрінді. Нәтижесінде кубокты де үйіне Атлетикқа кетті. Рейтингтің бестігіне Леоның ұлттық құрама сапындағы ең ауыр жеңілістерінің бірі жайғасады. Копа Американы финалына жолдама алып, Лео енді жүлдені ақыры ұтатынына сенімді болды. Алайда негізгі уақытта гол соғылмай, ойынның тағдыры пенальти сериясында шешілді. Лео өз мүмкіндігін мүлт жіберіп, Чили нәтижесінде кубокты ұтты. Леоға бұл қатарынан 4-ші финалдағы жеңіліс өте ауыр тиіп, Месси ұлттық құрамасынан кетуді шешті. Алайда көп ұзамай оралып, биылғы айналамда дегеніне жетті. 2018 жылғы Чемпиондар Лигасының 4-тік финал аясында Барселона мен Рома кездесіп, алғашқы Каталониядағы матчте испандықтар 4-1 есебімен сенімді жеңістермен жартылай финалға бір қадам жасады. Алайда жауапты Италиядағы ойында Рома Рим империясында кім қожайын екенін көрсетті. Алаң иелері еш жауапсыз 3 гол соғып, ортақ есепті теңестіріп, алғашқы ойындағы престиж голдарының арқасында жартылай финалға жолдама алды. Романың камбэкі өте керемет орындалса да, нағыз ғажайып Энфилдте жүзеге асты. Тура осы жеңілістен кейін арада 1 жыл өте Барселона жартылай финалға дейін өтіп, ол жерде Ливерпульмен кездесті. Алғашқы Испаниядағы матчте блауграндықтар өте сенімді 3 гол соғып, жеңісті өздеріне жақындатса да, жауапты матчте мерсисайдықтар нағыз камбэк көрсетіп, Тер Штегенді 4 мәрте қапы қалдырады. Ал Оригидің соңғы минуттегі сұмдық голы торттың үстіндегі шие тәрізді болды. Екінші орынға Леоның тағы да ұлттық құрама сапындағы жеңілісі жайғасады. 2010 жылғы әлем чемпионатының 4-тік финалында Аргентина және Германия кездесіп, неміс көлігін тоқтату қиынға соқты.
Йохим Лев бастаған жігіттер Альбиселес қақпасына еш жауапсыз 4 гол соқты. Ал Лео Мессидің бұл жолы да нәтижені өзгертуге қауқары жетпеді. Және де рейтингтің бірінші орнына дәл сол сұмдыққа толы матч жайғасады. 2020 жылы Чемпиондар лигасының 4-тік финалда Барселона мен Бавария жолығып, немістер каталондық клубтың ойыншыларын байқамай өтеді. Немістердің соққан 8 голына Барса небәрі бір мәрте ғана жауап қайтарады. Ал Барсаның тағы бір голында тіпті Бавария ойыншылары соғады. Дәл осы матчте каталондық клубтың неше жылдан бергі барлық проблемалары көзге анық байқалып түседі. Солардың бірі қорғанысқа қайтпай прессингте жүгірмейтін Месси болды. Рейтингке Леоның тағы қандай жеңілістерін қосуға болады? Келесте қай ойыншыға осындай рейтинг құрамыз? Комментарийге пікірлеріңізді жазып, бейнероликке лайк басуды ұмытпаңыздар. Арнамызға және инста парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында. Should take caution when it comes to love. I did.